Жақсы, бүгін 9 сыныптың есептерін талдаймыз. Олимпиадада келген есептер. Осы есепті бастамай тұрып, мен бір мұғалімдерге, сосын оқушыларға мынандай бір өтініш па, ұсыныс па сондай айтып кетейін. Білмеймін. Кеше мен өзім как раз жюриде болдым Олимпиадада. Бізде өкінішке орай кейбір көп оқушылар почти былай жазған. Мысалы үшін мына есеп кинематика бөлімінен келіп тұр ғой, иә? Кинематика бөліміне байланысты қандай формула біледі, сол формуланың бәрін жазады ғой. 20 формула біле ме, 30 формула біле ме. Сөйтеді да ана дискрипторда бар 1-2 балл тиіп кетсе, ана оқушы бірінші орын алып кетейін деп тұр да. Сол үшін біз айтамыз, ол негізі олимпиада емес қой, тиіп кетіп орын алу деген. Оқушы есепті түсіну керек, есепті шығарып білу керек. Көп оқушылар 1 ұпай, 2 ұпай алып жатыр ең жоғарысы да. Сол үшін келесі жылғы олимпиадаға дайындалғанда, облыстық кезеңге дайындалғанда оқушыларға олай айтудың қажеті жоқ. Жаңағындай қандай формуланы білесің, барлығын жаз дегенде, оқушы лучше есепті түсініп шығарған дұрыс болады. Енді бірінші есеп. Екі түрлі тасты әртүрлі нүктелерден бір мезгілде лақтырды. Бірінші тас горизонталь алаңнан көкжиекке альфа бұрыш жасай бастапқы v1 жылдамдықпен қозғалысын бастайды. Оның оң жағында горизонталь бойынша L қашықтықта және одан 3L биіктікте екінші тас қозғалысын бастайды. Нүктеде орналасқан. Екінші тастың бастапқы V2 жылдамдығы вертикаль төмен қарай лақтырылды. Біршама уақыт өткеннен кейін екі тастың траекториялары қиылысып, олар соқтығысады. Бірінші тас 10 метр секунд жылдамдықпен көкжиекке 45 градус бұрышпен лақтырылды. Екінші тастың бастапқы жылдамдығын анықтауымыз керек, иә? Яғни көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы, соны қарастырайық. Мына бірінші тастың қозғалысы болсын. И екінші тас, мысалы үшін, допустим, мына жерде лақтырылсын, не? Ол V2 жылдамдықпен жоғарыдан төмен қарай лақтырылды. Бірінші тас көкжиекке альфа бұрыш жасап, V1 жылдамдықпен жоғары қарай лақтырылды ма? И міне, бірінші тастан L қашықтықта дейді. Мұны ара қашықтықта L-ға тең, иә? И мына екінші тас пен жердің арасындағы биіктік ол 3L-ға тең, иә? Ал олардың соқтығысқан нүктесін мен не деп алсам болады? Мына нүктені H деп алсам болады ғой, иә? Значит, мына арақашықтық неге тең болады бізде? Иә, мына арақашықтық неге тең? 3L минус H-қа тең ба? Осы сурет бойынша сұрақ бар ма сіздерде? Тек сурет бойынша. Сұрақ жоқ па сурет бойынша? Енді есепке көшейік. Бірінші тастың X осы бойынша қозғалысын қарастырайық. Яғни L тең V01X T деп алайық. T деген оның ана H нүктесіне дейін жету уақыты. Осы жерде кейбір оқушылар ұшу уақыты деп көкжиекке бұрыш жасай лақтырған дененің общий қозғалысын жазып қойғанда. Немесе бұл формуланы былай жазуға болады. Бастапқы жылдамдықтың X осіне проекциясы V1 косинус альфа ма? Иә. Көбейту Т. Осы формула бар ғой, мысалы үшін кітапта. Бұл формуланы оқушылар өтті, солай ма? Енді осы Т уақыттың ішінде ол мына H биіктікке көтерілді ме? Мына формуланы жазамыз. H тең V1 синус альфа көбейту Т минус GT квадрат бөлінген 2, иә? Яғни жоғары қарай қозғалыс болғанда бізде мына жерде таңба минус болатын бет.
Бұл формуланы да жалпы оқушылар өткен 9 сыныптар, иә? Так, бірінші дененің қозғалысына байланысты. Осы екі теңдеу түсінікті болды ма? Иә, түсінікті. Енді дәл осы т уақыт өткенде екінші дене 3L минус H биіктікке төмен түсті, иә? Яғни максимал шу Ага. қашықтығымен 3L минус H тең болады. Яғни жоғарыдан төмен қарай қозғалысты қарастырамыз ғой. Ол V2T плюс плюс болады. GT квадрат бөлінген 2 ма? Иә, плюс болады. Ол плюс болады, иә? Мгм. Болды, физика аяқталды. Математика басталды осы жерден бастап. Енді орнына қояйық. Мына L-дің орнына, мынаны қойсам бола ма? Сонда 3 V1 косинус альфа көбейту Т. Так, минус H-тың орнына қоям енді. Мынаны қоям. Бүйтейінші, осыны астына жазайын, ұзақ формула шығады да. Астына жазайын. Так, 3 V1 косинус альфа Т минус V1 синус альфа Т. Ана минус плюс болып кете ма? Тең V2T плюс GT квадрат бөлінген 2, иә? Қысқаратындар бар ма? Мына екеуі бірдей ғой, адреті 0 болып кете ма? Иә, екеуі қысқарып кетеді. Мына микрофон сөндіріп қойсақ. Бізде қалған жазамыз енді. 3 V1 косинус альфа көбейту Т қалды. Минус V1 синус альфа көбейту Т қалды. Тең V2T қалды ма? V2T. Бәрінде Т-ны қысқартсам бола ма? Болады, иә. Математикада мына ортақ көбейткіші жақшанысатына шығар, Т-ны қысқарту деген бар, иә? И жалғасында жазайын. Сонда 3 V1 косинус альфа минус V1 синус альфа тең V2 ма? Бізде мына косинус альфа мен синус альфаның мәні 1 ма? Тұбырасы 2 бөлінген 2 ғой екеуі де, иә? 45 градус, иә? Иә, 45 градус екеуінің мәні бірдей ғой, иә? Сол үшін мен мынаның орнына не жазсам болады? V1 косинус альфа жазсам бола ма? 2 V1 косинус альфа. Сонда V2 тең 2 V1 косинус альфа. 2 көбейту 10 көбейту тұбырасты 2 бөлінген 2. Мына екеуі қысқарады. 10 тұбырасты 2 метр секунд. Немесе 14-те 1 метр секунд деп алсақ та қате болмайды. Так, осы бірінші есепке байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Осы бірінші есепке байланысты сұрақ бар ма екен? Саламатсыз ба Хусайын ағай? Қайырлы Саламатсыз. кеш. Осы жерде ше H биіктікпен де табуға болмай ма? Вертикаль қозғалыс дегенмен ескеріп кетуге де болмай ма? Так, V2 жылдамдықты. оны H2 деп алсақ, сол формуланы жазамыз ғой оғанда. V2T жоғарыдан төмен қарай қозғалған формула бар кәдімгі. Просто мына H2 ол неге тең? 3L бөлінген 3L минус H-қа тең, де, мен орнына мына жазып кеттім сразу. Ал H2-ні қалай табайын деп жатсыз? Сізде қандай идея бар? H2-ні 3L-ге тең емес пе? Биіктік 3L-ге тең деп тұрған жоқ па? Мен осы тәсілді бірінші L-ді немен тауып, көкжиекке бұрыш жасай деген сөйлемде тұр ғой, соны L арқылы тауып, сөйтіп H 3L-ге теңестірсек қалай болады? H2-ні 3L-ға ма?
Аха. Жоқ, H2 3L'ға тең болмайды. Сосын ол ортасында тұрған жоқ. Бізде кеше мен сол олимпиада жүріп болғанда көп оқушылар мына формуланы жазып қойған ғой. Жаңа 0 квадрат синус квадрат альфа бөлінген 2g деген формула жазып қойған да. Осымен h тауып алған ғой олар да. Иә, өйткені көкжиекке бір жасай деп ескеріп кетеді ғой Бұл бала. мына максимал нүктеде. Сол үшін бұл формула қате болады. Бұл жерде горизонталь қозғалыспен алып кету керек қой бала. Екеуін бір-бірімен байланыстырып білу керек қой. Горизонталь бағытта қозғалысты, Мгм. сосын көкжиекке бұршақтай лақтырған дененің қозғалысын екеуін байланыстырып білу керек. Байланыстырып білмейтін болса, өкінішке орай қиындау болады. Сол үшін негізі кинематиканың есептерінде 90% суретін сызып алған дұрыс болады да, ана есепті түсіну үшін. Иә, бала суретін сызған, бірақ ол жаңағы биіктікті көкжиекке бұршақша лақтырғанмен қозғап алып кеткен ғой. Содан бал Дұрыс айтады. Сызбаны дұрыс сызу керек қой. сызбаны дұрыс сызған оқушы. Бірақ көкжиекке бұршақша аш биіктікпен кетіп қалған бала. Көп. Бізде мысалы үшін 9-шы класста ең жоғарғысы 0,6 балл болды. Өте төмен ұпай ол. Басқа аудандарда қарап жатырмыз, жалпы 1 ұпай, 2 ұпай сондай жинапты көбісі. Иә, төмен, бізде де төмен, өте төмен. Нөлдер көп. Бірақ салыстырмалы түрде былтырғыдан қиындау болды есептер. Сосын 9-шы сынып 11-дің 2 есебін 9-ға берген ғой. Сол ошибка болды негізі. Мгм. Сол ошибка болды. Мысалы, оптика ол қиындау енді оқушыларға. Соны ұсыныс жасауға болмай ма ағай, осындай физиктердің атынан Мен мысалы? бұйырса осы 1-2 күнде босаймын. Сосын Аха. бүкіл хаттамаларды тек, мысалы, Жаңаөзен қаласында тұрамын, тек Жаңаөзен емес, Ақтау Бүкіл бар, бізде Семей бар, қоямыз. басқа аудандар бар, соның бүкіл хаттамасын жинақтап, Олимпиада есебін талдаватыр, бұл кеше болған. сол дарынға жолдайын деп жатырмын. Беру. Себебі бұл жерде андай логика болып тұр ғой менде. Егер бір Жаңаөзен 0 алса, или бір Ақтау 0 алса, ол кезде Дұрыс ол айтасыз, нашар да. Бұл жерде бүкіл Иә. республика 0 алса, значит есеп нашар деген сөз ғой. Бұл жерде нашар емес, қиын деген сөз да. Қиын дегенсіз, иә. Баланың сағы сынып қалады да. 0 алған оқушылар енді өкінішке орай қиындау болады. Әріптестер, жалпы есептер қиын беріледі негізі олимпиаданың. Біз мысалы жалпы білім беретін мектептерде аптасында физика 2 қарат өтеді. Стандарттағы мақсатпен жұмыс істейміз. Ары қарай на есепті көргенде бала шошып қалады. Бізден де мысалы 0 балмен, 0,5 балмен шығып жатты. Қалай осыны жеткізуге болады? Мен биыл мектептен шығып кеттім. 10 жыл мектепте жұмыс жасадым. Оқушыларым республикаға дейін барды, грамота алды, орын алған жоқ, бірақ орта мектеп тоже қиын бізге де. Көрдің ба, грамоталық дейді. Менікі де грамоталық тұр ғой. Республикаға дейін барды дейді, олимпиадаға дайындайды кісі. Бірақ андайда ол сабақтан бөлек дайындаймыз. Мен ол кезде таңертеңнен кешке дейін суббота воскресенье барамыз мектепке. Сонда бір ерінбейтін оқушы тауып алмасақ, қиындау болады жағдайымыз. Дұрыс айтасыз, иә. Біз баланы өткенде сұрап алып дайындадық қой. Балаға ауыр тиді сол кезде. Екінші есеп мен сәл қиындау екен. Байқадық. Бұл жерде мынандай логика ғой, бұл есепте сіз көптеген альпинистер тап болатын жағдайда модельдеуге тырысасыз. Ол керек емес есепті шығару үшін. Жүйе тек андай есеп деген әдемі болу керек қой, сол үшін осындай бір шығармашыл мұғалім дайындаған шығар, осылай қосады да есепке. Оларды оқушы оқымай қойса да болады жалпы. Тек ана жіптің бір ұшында ұзындығы L1 болатын жіпке ілінген массасы M1 білікше бар. Бұл білікше жазықтықта тұр. Жіптің ұзындығы L2 болатын екінші ұшында массасы M2 болатын білікше бар. Екінші білікше бастапқыда жіп биіктігінде тыныштықта тұрды, яғни ұстап тұрды қолмен, Так, белгілі бір уақыт мезетінде ол құлай бастайды. Екінші білікше тоқтайтын биіктікті тоқтағанға дейінгі кеткен уақытты жазуымыз керек қой. Енді қараңыздар. Негізі салыстырмалы түрде L1 өте ұзын ғой бізде. Не сигнал? Білмеймін мен.
ана мен звукты сөндіріп қоя қояйық, басқа әріптестерге кедергі келтірмейік. иә. Бұл жерде негізі L1 өте емес енді, әжептәуір үлкен L2-ден да. Түсінікті ғой, иә? И мынау мына тұр. Мынау биіктік бізде L2 болсын, иә? Ол M2 деген дене осында биіктіктен түседі ғой. И қайттан дәл сонда L2 биіктікке дейін төмен түсу үшін тағы L2-ге түседі да. Соған дейін мына дене тыныштықта тұрады. Сонда мына жерде тағы да бір L2 деген биіктікке төмен түседі да, жерге тимейді бірақ. Сол кезде мынау жоғары көтеріліп бастайды, мынау и ары қарай түсіп бастайды да. И бізге айтады, бұл жерде қараңыздар, мынау екінші суретте қараңыздаршы, мына екінші суретте жазайық. Басында мына жақта тұр, иә? Мынау бізде жер болсын міне. Сосын осы жер, осы нүктеге келгенде, мына екінші нүктеге келгенде, ол жоғарыдан төменге түсіп келе жатыр, оның жылдамдығы не істейді? Арта ма? Жылдамдық артып келді ғой, иә? И мына бірінші нүкте, мына екінші нүктеге барғанда, уже оның жылдамдығы азаяды. И біраз уақыттан кейін мына жерге келгенде оның жылдамдығы не істейді? Үшінші нүктеде оның жылдамдығы 0-ге тең болады. Мынау биіктік бізде L1 ғой, иә? Мынау бастапқы деңгей болсын да. Сонда мынау мысал үшін S жол жүрсе, или мен оны не деп алсам болады? Мына L2 деген дене төмен түссе, H1 биіктікке түссін, значит, мынау да H1 биіктікке жоғары көтеріле ме? Иә. И Иә. мынау биіктік H2 болсын. Осы биіктікті сұрап тұр ғой бізден. Түсінікті ма? Енді бастапқы жағдайда M1 дене жерде тұр и тыныштықта тұр. Значит, бастапқы жағдайда M1 дененің энергиясы нешеге тең? 0-ге тең ба? Бастапқы жағдайда. Ал M2 дене ең жоғарысында тұр. Мынау биіктік бізде неге тең? Мынау L2, мынау L1 ма? L1 мен L2-ның қосындысына тең ба? Сонда M2 дене тыныштықта тұр. M2 дененің толық энергиясы неге тең болады? M2 дененің потенциалдық энергиясына тең болады. M2 G L1 плюс L2 тең. Мына үшінші нүктеге келді, екінші дене. Сол кезде анаяқта дене мынаяққа барды, иә? Мына екеуінің биіктігі бірдей емес, әртүрлі. Тек мынаяқта суретте бір сияқты болып тұр. M2 дене мына биіктікке барды ма? И былай көтерілді да. И үшінші нүктеге келгенде M2 дене тоқтайды. Мына M1 ғой, иә? И арғы жақта M1 дене де тоқтай ма сол кезде? Екі денеде тоқтады, екі дененде кинетикалық энергиясы 0-ге тең ба? Значит, жүйенің толық энергиясы екі дененің потенциалдық энергиясына тең болады. Енді бірінші дененің потенциалдық энергиясы M1G-H1. Екінші дененің потенциалдық энергиясы M2G-H2. Так, түсінікті ме осы энергияны сақталу заңы? Сұрақ бар ма осы энергияны сақталу заңы бойынша? Жоқ. Енді ары қарай кеттік. Енді қараңыздар, мына екінші суретте қараңыздар. L1 деген бұл L2 H1 H2-ның қосындысына тең болып тұр ма? L2 H1 H2-ның қосындысына тең болып тұр. Енді осы жерден маған керегі H1. H1-ді тауып, мынақта H1-ның орнына қоюым керек қой. Так. L1 минус L2 минус H2 бола ма? Иә, болады. Енді мына H1-дің орнына соны апарып қоямыз. Мынау түсінікті ғой, суреттен көрініп тұр ғой мынау, Иә, көрініп тұр. Значит, M2G
Ана жиілерді қысқартып жіберсем болады ғой, иә? Қысқартып, анда үйренуіміз керек те, көп уақыт алады олимпиадада жалпы. Уақыттан ұту үшін ғой. L1 плюс L2 тең. Енді H1-дің орнына мынаның бәрін көбейтіп шығамын, иә? M1 L1 минус M1 L2 минус M1 H2 плюс M2 H2 ма? Так, енді мына екеуін арғы бетке өткізсем. Өткізіп, екеуінен де H2-ні жақшының сыртына шығарсам бола ма? Болады, ортақ болады. H2-ні шығарайық, иә? H2-ні шығарайық. Сонда M1 минус M2 болады, иә? Тең, нақты екеуінде де M1 бар ма? Мына түгел мына бетке минуста өтеді, иә? Так, енді H2-ні тапсам, M1 L1 минус L2 минус M2 L1 плюс L2. Так, бөлінген M1 плюс, минус M2, иә? Так, осы H2-ні тапқанымыз түсінікті ма? Қандай биіктікте болады деді, яғни осында биіктікте болады екен. Так, бірінші пункт бойынша сұрақ бар ма? Бір ғой. Так, енді тоқтағанға дейін уақыт табуымыз керек қой. Тоқтағанға дейін қанша уақыт жүрді дейді. Енді бұл жерде ол қозғалысты екіге бөліп қарастырамыз. Мына нүктеге қараңыздаршы. 1 мен 2-нің арасында ол үдемелі қозғалды. Иә? Яғни G үдемемен қозғалды. Ал 2 мен 3-нің арасында оның қозғалысы қалай болды? Жылдамдық азайды ғой, иә? Кемімелі қозғалыс болды ма? Енді мына биіктік неге тең бізде? 2L2-ге тең ба? Бізде мына формула барады, иә? H тең, егер еркін құласа GT квадрат бөлінген 2 деген. Солай ма? Осы жерден тыны тапқанға неге тең болды? 2HG түбір астында ма? Біздің жағдайда H-тың орнында 2L тұр ма? Значит, Т1 тең болады. Тең 2H бөлінген G. 2H бөлінген G. Біздің жағдайда H-тың орнына 2L қойсам 4L бола ма? 4-тен түбір астынан 2-ні шығарып жіберсем L2 бөлінген G бола ма? Ал бізде оқушылар жаңа осы именно осы есепте осы теңдеуді жазып кеткен да. Ол нақты жазу керек L2-мен. Себебі бізге L2-нің мәні берілген. Так, Т1 түсінікті ма? Енді Т2-ні қарастырамыз. Т2 деген мана кемімелі қозғалған уақыт қой. Мынау Т1, мынау Т2. Звук сөндіріп қойсақ. Так, кемімелі қозғалғанда и соңында жылдамдық 0 болды ма? Жерге түсті. Жерге емес, үшінші нүктеге барды. Нүктеге тұрады ол сол жерде. Үшінші нүктеге барды да? Кемімелі қозғалыс болды, иә? Значит, ол жерде Т2-ні мен қалай жазсам болады? 2H1 бөлінген G ма? H1 бар ма бізде? H1 жоқ қой. Нүкте M2-нің қасындағы нүкте. Оны былай жазсақ бола ма? Так. В бөлінген
А деп жазсам бола ма? В деген екінші нүктеде жылдамдығы. Оны мен мына бірінші теңдеуден жаза аламын ғой, иә? В тең V0 плюс G ма формула? Иә, жетті. Бірінші нүктеден. Мына нөлге тең ғой V0 деген итак, иә? Иә, Ең еркін басында қойды. нөлге тең. Т1-дің орнына мынаны қойсам, ана қысқарады да 2 түбір астында G L2 бола ма? Менде V бар ғой, значит, иә? Солай ма? V-ны таптым міне. Едінен табуым керек? А-ны табуым керек па? Иә. Соны мына жаққа бөлек қарастырайық. Бізге блок берілген, оның екі ұшында екі дене тұр, солай ма? Иә, Яғни мен солай. Ньютонның екінші заңын жаза аламын ғой, иә? Мгм. М1, мына М2. Мына дене А үдеумен төмен түсті. Мына дене А үдеумен жоғары шықты ма? Мгм. Аха. Мынаған әрекет ететін күштер Ауыр. М2G, М2G ауырлық күші. Мынаған әрекет ететін күш М1G. М1G. И мына жақта жіп бар, жіптің керілу күші Т-ға тең, иә? Тең. Аха. Значит, екі жағдай үшін Ньютонның екінші заңын жазамын, солай ма? М2А неге тең болады? М2G минус Т-ға тең болады, иә? Ал М1А Т минус М1G-ге тең болады, иә? Осы екі теңдеуден не істеуім керек? Екі теңдеуден Т-ны тауып бір-біріне теңестірсем болады ғой, иә? М2G минус М2А. Мынаяқтан Т-ны тапсам, М1А плюс М1G болады, солай ма? Екеуін теңестіріп жіберсем, М2G минус М2А тең болады М1А плюс М1G, иә? Так, мына арғы бетке өте ма? Мына бергі бетке өтсін, иә? М2G минус М1G тең М1А плюс М2А. Осы жерден А-ны тапсам, мынаяқтан М2 минус М1, мынаяқтан М1 плюс М2 ма? Так, осы жер түсінікті ма? Мгм. Сосын так, бұл Математика. есепте мынандай логика бар да, ол ана дене барып тоқтап жатыр ғой, иә, үшінші нүктеге барғанда. Ол тоқтау үшін М1 үлкен болу керек М2-ден. Түсінікті ма? Егер М1 М2-ден үлкен болса, мына жерде А немен шығады? Минуспен шыға ма? Себебі М1 үлкен ғой, иә? А минуспен шықты деген нені білдіреді? Ол кемімелі қозғалып жатыр дегенді білдіреді ғой, иә? Мгм. Аха. Значит, мен мына жерде формула жазғанда аны немен жазам? Модульмен жазам. А модульден плюс болып шығу үшін мына жерде мына екеуінің орнын не істеуім керек? Ауыстыру. Ауыстыруым керек па? Иә. Мгм. Сонда В дегеніміз неге тең болды? 2 түбір астында GL2 ма? Иә. А мынау неге тең болды? Так, М1 плюс М2. Былай жазайыншы. Тек G'ді былай жазайын да, и анан былай бөлек жазайын, иә? Так, М1 плюс М2 үстіне ауысады. М1 минус М2 астында қалады, иә? И мына екеуін қысқартып жіберсек қалай болады? 2 түбір астында L2 бөлінген G бола ма? Көбейту М1 плюс М2 бөлінген М1 минус М2. Так, осы жер түсінікті болды ма? Иә, иә. Сұрақ бар ма осы жерге дейін?
Енді бүкіл уақыт ол Т1 мен Т2 қосындысы ма? Т1 деген неге тең? 2 Т1 астында L2G. Т2 2 Т1 астында L2 бөлінген G. Көбейту M1 плюс M2, M1 минус M2. Екеуінде де мынау бар ма? Жақшан сыртына шығарам. Мына орында бір қалды, ортақ бөлім берсем, M1 минус M2 плюс M1 плюс M2 бөлінген M1 минус M2. Мына екеуі қысқара ма? Сонда мына жақта 2 M1 қала ма? Ол 2-ні мына жаққа жіберсем 4 бола ма? 4 Т1 астында L2 бөлінген G көбейту M1 бөлінген M1 минус M2. Осылай жауап шығады екен. Я, бұл есеп 9 сыныптар үшін күрделі есеп. Так, бұл есеп түсінікті ма? Сұрақ бар ма бұл есеп бойынша? Ана жерде 2 Т1 астында L2 бөлінген G-ді жақшаның сыртына шығарып жібердіңіз ба? Иә, ортақ көбейткіш. Ортақ бөлім келтірдіңіз ба? Сосын бір қалды, мынаған ортақ бөлім бірге мынадан бердім. 4 қайдан шықты? Мына алдында 2 тұр ғой, е? 2 тұр ғой, е? Мына M1 мен M1 қосақ 2 M1 бола ма? Иә, түсінікті. Құсан мырза, сізден сұрайын деп едім бір. Осы олимпиада есебіне байланысты. Өткенде менің де оқушым ауыл олимпиадасына республикаға барып келді, иә? Грамота алып келді. Енді грамотада кішкене біз олимпиада қиын болды. Грамота алды. Негізі 3-ші орынға сәл ілігіп тұр ғой, 45% бағаланады деп еді ғой. Кейбір кезде 45%-ға қарамайды. Ұпайлар төмен болса, бермей-ақ қояды деген сондай нелер бар. 10-8 болып тұр ғой, 11 оқушы бағалану керек екен, 24 оқушының 45%-ы 10-8 болып тұр. 11 екен, менің оқушым 10-8. Несі? 11-шіге 0,2 жетпей тұр ғой, 11-ші оқушыға. Өзінің алдындағы тұрған оқушыдан где-то 0,5%-ға қалып тұр. Иә, солай істейді олар, өкінішке орай. Кей жағдайда сіздің балаңызбен балы бірдей көп оқушы болса сөйтеді. Иә. Жоқ, бал бірдей емес. Ана алдындағы оқушы 10-4, бұныкі 9-85. Иә, кейбір кезде ана жюрилер соны 0,5 ұпайдың өзін өте үлкен бағалайды да, сол үшін сөйтіп гранты беріп тастауы мүмкін да. Негізі баланың сағы сынып келді ғой кәдімгідей. Енді мен де жалпы сіздер сияқты мұғаліммін, дарынға бірақ анда-санда жазып тұрам, осындай проблемалар болғанда. Так, енді 3-ші есепті қарайық. Кедергілері бірде R болатын 6 бірде резисторлар бір-бірімен AMNB тетраэдрді құрайтында жалғанған. Әр қабырғасы 1 R резистор дейді. А және Б арасында U0 тең 12 вольт тұрақты кернеу берілген. AN сымын кескен кезде тізбек арқылы өтетін ток 3 миллиампер шамасына өзгерді. R кедергіні анықтаңыз дейді. Бұл жерде 3 миллиампер шамасына өзгерді деген, ол артады азаятын айтқан жоқ бізге, тек өзгереді деп тұр. Солай ма? Ал енді бізде тағы да бір өте үлкен проблема. Осындай есептерде біз эквивалент схема сызбасақ есеп шықпайды жалпы. Кеше решениясын жібергенде қараған шығарсыздар, иә? Иә. Решениясында эквивалент схема сызбаған, жауабын жазып кеткен да. Ол жерде де көп мұғалімдер болсын, оқушылар болсын түсінбей қалады да, ана формуланың қайдан келіп шыққанын. Так, яғни эквивалент схема сызу үшін мына әр түйінді белгілі бір әріптермен белгілеп алсақ болады. Мәссаған, кетті.
Ekrан шықпай қалды ма? Çıkıp dur. Ekrан тұр ма? Мен де шықпай қалмаған. Çıkıp dur. Болды, нормально. Яғни мына әр нүктені өз беріліп тұр ғой, тек әр нүкте түйіндермен, иә? Мына 4 түйін тұр бізде. 4 түйін тұр мына нүкте. Төрт түйінді қараңыздар. Былай бастайық. Бірінші А түйіннен келді. Мына А түйін болсын. Неше тармақ шықты міне? Бір тармақ, екі тармақ, үш тармақ шықты, солай ма? И бірақ 1, 2, 3 десек, бізде бірінші тармақ пен үшінші тармақ тағы да Мен тармағында бір-бірімен байланысып тұр ғой, иә? Сол үшін мен мына екінші тармақты былай бөлек сызсам болады да өзін. Міне. Екінші тармақты бөлек сызым. И бірінші тармақты былай сызам. Мынаның кедергісі R, мынаның кедергісі R. И үшінші тармақ кетті міне. Мынаның кедергісі R. Екінші тармақта тек бір сызық қой, иә? Значит, бір R бар деген сөз, да? Ал бірінші, үшінші тармақта N-ге дейін барды, сосын B-ға дейін барды, солай ма? Екі тармақ бар. Екі. Екі резистор бар деген Екі сөз. yer var. Екі R бар. Мынау да дәл сондай. Значит, мына жақта B түйін болды ма? Жоқ. Үстінде тек біреу деп айттық қой, иә? Үсті екінші тармақ қой, үстінде біреу. Астында екеу, иә? Осылай болды. Ортасында екеу де. Анау үстіндегі ер ол 2, иә? Үстіндегі екінші Екінші. тармақ. Екінші Аха. тармақ. Ал ортасындағы бірінші тармақ болсын, астындағы үшінші тармақ болсын. Үшінші тармақ. Суретте онда сіз бірлеп кеттіңіз ғой. Суретте ана 1, 2, 3 деп салғанда. Жоқ, шатасып Бір мен екіні. шатасып кетпеу үшін осылай сыздым да. Себебі қараңыздар, 1 мен 3-ті неге бөлек алдым? 1 мен 3 деген мына тізбекте, мына түйінде бірігіп тұр ғой, так бір-бірімен, иә? Иә. Ол міне мынау ғой. Мынау, значит, менде Әмен. мынау N болсын, значит, мынау M болсын. Так, осы тізбек түсінікті болды ма? Осы тізбек бойынша сұрақ бар ма? Сіз айтқанда түсінікті болды. Оған енді түсінбедік. Так, мына жерде өтіп жатқан ток күшін I1 деп алайын. Бірінші жағдай бұл. Значит, бірінші жағдайда I1 неге тең? U0 бөлінген R жалпы 1 болсын. R жалпы 1 деген бұл осы бүкіл тізбектің кедергісі. Иә, қосылса. Енді қараңыздар, бізде мына, сіздер түсінбей қалмаңыздар, мына бізде екінші тармақ болып тұр ғой, иә? Мына бірінші тармақ, мына үшінші тармақ па? Бір мен екінші тармақта, мына кедергілер бір дей ма? Басында кедергілер бірдей ғой, иә? Ол кедергілер бірдей болса, мына жерден бірдей ток өтеді да, значит, мына жақта ток өтпей қалады. Ал мынадан ток өтпей қалса, уже бізде сурет қалай болады? Сол үшін 69 болады ғой, N-ім. Енді вообще оңай тізбек болды ма мынау? Иә, оңай. Иә. Мына екеуі бір-біріне тізбекте, мына екеуі бір-біріне тізбектей ма? Иә. Мына R1 болсын, мына R1 болсын, мына R2 болсын. Значит, R1 неге тең? 2 R-ға тең ба? 2 R-ға тең. R2? 2 R-ға тең. 2 R-ға тең, иә? И үшеуі бір-біріне Параллель ма?
Значит, 1 бөлінген R жалпы 1 тең болады. 1 бөлінген R плюс 1 бөлінген 2R плюс 1 бөлінген 2R ма? Ортақ бөлім Иә. нешеден берем? 2-ден берем ба? 2R-дан бересіз ғой. Жоқ, R-дан емес, 2-ден берем, R бар Анаған ба, тоқташ көбейткіш ма? Иә. Значит, мына нешеге тең болады? 4 бөлінген 2R ма? Бұл 2 бөлінген R-ға тең ба? Иә. Значит, R жалпы 1, бұл R бөлінген 2 ма? Иә. Енді мына орнына оны қойсам, ол 2 U0 бөлінген R бола ма? Болады. Бұл бірінші жағдай. Енді екінші жағдайды қарастырамыз. Екінші жағдайда бізге айтады, қай жерде үсіп тастады? AN-ді үсіп тастады ма? AN деген міне мынау ғой, AN сымын кесіп тастады дейді. Егер оны кесіп тастаса, уже бізде сурет өзгеріп кете ме? Иә. Өзгереді ғой. Бесеу қалады, иә, дұрыс. Мынау R болып тұр, иә. Мына жақта дым жоқ та? Мына жақта R. Мына жақта R. Уже мына жақтан ток өтеді. Мына жақта R. Мына жақта R. Осылай болып қалды ғой, иә. Бірақ мына жақта түйін жоғалып кетті ме? Значит, мына екеуі бір-біріне қандай тізбектей ма? Тізбектей болып кетеді. R1 неге тең болады? 2R-ға тең бола ма? 2R-ға тең. Ол мына R-ға параллель ма? Параллель. Значит, R2 тең болады 2R көбейту R, 2R қосу R ма? Так, мына теңдеуді қазір түсінбей қалулары мүмкін. Тек бізде 2 кедергі болса, жалпы кедергі параллель жалған кезде былай жазсақ болады да. Тек 2 штук болса осылай жазуға болады. Иә. Түсінікті ғой, иә? Значит, мынау неге тең болады? 2R бөлінген 3-ке тең бола ма? 2R бөлінген 3. 2R квадрат болмай ма? R қысқарып кетеді. 2R квадрат, мына 3R, R квадратпен қысқарып кетеді. Мынандай ғой. Схемада қай ерлерді тізбектей жалғап жүрдіңіз? Мына біріншісі. Мына екеуін бір-біріне тізбекте жалғадым. Себебі мына жақта түйін жоқ қой уже. AN-ді кесіп тастағаннан кейін. Мына ортасындағы түйін есептелмей ме? Мына 2R-дің ортасында тұрған? Жоқ. Түйін деген минимум 3 сым бірге бірігу керек қой, мына жақта сым жоқ қой уже. Сосын мына түйінді... Тізбектей болады да, сонда сол екеуі. Сосын тізбектей болады да ол. Сосын мына жақта түйін бар, иә? Сосын осы 2R деген мына R-ға параллель болып тұр да. 2R деген қайсы R-ға қызылмен бояйсыз ба? 2R қайсыған параллель? Міне, мына уже... R-ға параллель. Мынаны есептедім ғой, мынаны есептедім. Мына алып тастайын. Былай түсіндірейін. Дұрыс, негізі білмеген затты сұрап алу керек. Мына жақта R бар. Мына жақта мына екеуін қосып тастадым ба екеуін, иә? 2R болып тұр ғой, иә? И сразу былай жазамын да 2R деп. Қалған ешқайсы өзгермейді, тек сол өзгереді да. Мына R, иә? Мына екеуі параллель да бір-біріне. Ол екеуін... Мынаған тізбектей. Иә, өте дұрыс, мынаған тізбектей. Значит, R3... Анаған параллель дейсіз. R плюс 2R бөлінген 3 па? Иә. 3-тен береміз. Сонда
5R бөлінген 3 болады, иә? Иә. Ол Аха. анаға параллель болады да, сосын. Өте дұрыс. Сонда былай бөліп алайық. R4 бола ма, ол қалай болады? R4 болсын, иә? Ол R жалпы 2 болсын. R жалпы R 1 жалпы бастапқы жағдай, R жалпы 2 соңғы жағдай, иә? Екінші жағдай. Аха. Так, ол неге тең болады? 1 бөлінген R. R, иә, 3R бөлінген, 5R бөлінген 3. Көбейту R. 5R Бірден жазып жатсыз. плюс 3, иә. Плюс R. Қандай жазуға да болады, дейді. Мынаған 3-тен берем ба? Мына 3 пен мына 3-ті қысқартсам бола ма? Мгм. Мынақта 5R квадрат. Мынақта 8R ма? Мына қысқарады. 5R бөлінген 8 ба? Енді екінші жағдайдағы топ мынақта I2 ғой, иә? I2 неге тең болады? Так, ол U0 бөлінген R жалпы 2. Орнына қой жесем, 8 U0 бөлінген R бола ма? 5R, иә? Иә. Күте тұрсын. Аха, енді қараңыздар. Мына коэффициент ретінде алсам, мынау неше ол? 1/6 бола ма? Бөлгенде ме? Иә, мынау 2 болып тұр ғой, Иә. иә? Значит, U1, I1 үлкен ба бізден? Қайсысы 2 болып тұр? Мынау 2 ме? Иә, мынау 1/6 болып тұр, иә? R1 жалпыны орнына қойғанда мән жерге. Иә, міне. Бұлар қойып қойын, соны бөлек. Значит, мына дельта I деген, значит, I1 минус I2, иә? Екеуі де U0 бөлінген R ғой, иә? 2-ден 2 U0 бөлінген R. Наны баспа, наны. 1/6. Екеуін азайтып жатырмыз ба сонда? Иә. Дельта деген өзгерісі ғой, иә? Иә. Сонда 0,4. U0 бөлінген R, иә? Енді осы жерден R тауып жіберсем, 0,4 U0 бөлінген дельта I ма? Аха. 0,4 көбейту 12 бөлінген 3 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі, иә? Екеуі қысқарады, 4 болады. 4-ті 0,4-ке 1,6, 1,6-ны мынаған көбейтсем, 1600 ба? Осы есепте жауабы қате келген. Ол жерде 1000 деп тұр ма, 2000 деп тұр ма, ұмытып қалдым точно. Олар да типа осылай алғысы келген, бірақ мына жерде олар сәл қателесіп кеткен ғой. 7 бөлінген 5 деп алып кеткен ба, сондай общем. 1 килоом деп кеткен ғой. Жауабыма, иә, осындай бір жерде қателік жіберген. 4 бөлінген 7 деп кеткен осы. Иә, 4 бөлінген 7 айыр деп кеткен R2-ні, иә. Сол қате. Ол да бар, ертең қосатын информацияның ішінде қате кеткен. Сабағыңыз ютубқа шыға ма? Иә, сабақ ютубқа шығады. Так, Осы мына 3 есепті талдадым. 4-ші есепті ертең 10-ші класстарда есебін талдағанда ол есеп 10 сыныптарға да келген да. Ертең бұйырса сағат 6-да 10 сыныптардың есебін талдаймын. Сол кезде бүгінгі келген есебін тоже ертең қосып талдаймыз. Так, осы 3-ші есепке байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, күшті қылып түсіндіріп бердіңіз. Рахмет. Жақсы, сұрақтарыңыз болмаса, сабақ аяқталды, сау болыңыздар. Сәлден соң ютубқа шығады. жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.